Достар сәлем, бүгін 5 минутта дайын болатын макаронымыздың рецептісімен бөлісемін. Осылай қазанымызды қыздырып, үстіне сұйық майымызды құямыз. Қызған сұйық майдың үстіне пиязымызды салып, жақсылап қорып аламыз. Оның үстіне тартылған етімізді салып, жақсылап тұрып араластырамыз. Дәміне қарай қара бұрыш, болмаса қызыл бұрыш сепсеңіздер болады. Және де мен тұз септім. Дәміне қарай себесіздер, жақсылап араластырамыз. Менде макаронның осындай түрі, жартысынан көбін салып, тағы да жақсылап қуырып аламыз. 2-3 минуттай. Оның үстіне қайнаған суымызды құйып, макаронымыздан сәл асып тұру керек. Және де жай отта қазанның бетін жауып 5 минут пісіріп аламыз. Міне біздің макаронымыз дайын болды. Ас болсын.